أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon bavurlar, barchamizga Alloh taolo bugungi kunga jasagan amallarimizni rozi bo'lib qabul etib, duotileklarimizni qabul etsin, istig'forlarimizni, tavbalarimizni qabul etib, o'zi kechirgan qullarning qatoridan bo'lishimizga nasib qilsin. Inshaalloh bugun namoz joyida angima qo'zg'aymiz. Namozning dindagi olgan o'rni. Namaz İslam dininin 5 farzının biri. Qulchilikning eng afzali әрі dinning tiregi. Yani İslamның 5 farzı degenden keyin бұл не болады? Namazың жоқ болса, dining de to'liq emas bo'lib qoladi da, Xudo saqlasin. Yani İslam dininin 5 farzı degan vaqtda avvali iymon, odan keyin namoz, odan keyin ziket, Ramazan ayında oraza, және şamas kelген адамдарға bir mərtə hacılıqqa barıb qaytу farz. Бұл İslamның 5 farzı. Сондықтан осы намазға өте қатты мән беріледі. Намаз пендені Раббысымен байланыстыратын рухани көпір. Жүректі тазартып, жанды тыныштандыратын, адамды ізгілікке бастайтын ұлы құлшылық. Сондықтан Алла Тағала мұсылманға күніне 5 уақыт намазды парыз етіп, оны өзін еске алудың, иманды нығайтудың және ахиреттік бақытқа жетудің маңызды құралы етті. Намаздың ұлылығын білдіре отырып, ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз діннің тірегі деді. Момынның ми'ражы деді. Жұмақтың кілті деді. Көзімнің нұры деп айтты. Мінекей, намаз деген не деген кезде осы нәрселерді еске алсақ болады екен. Діннің тірегі, момынның ми'ражы, жұмақтың кілті, көзімнің нұры деп айтты. Жаратушымыз Алла Тағала қасиетті Құраны Кәримде намаз оқуды бұйырып, оның адам баласы үшін маңыздылығына ерекше назар аударған. Алла Тағала қасиетті Құраны Кәримде أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم Namazды толық орындаңдар, зекет беріңдер. Дүниеде өздерің үшін қандай да бір жақсылық жасап, ахиретке жолдасаңдар, соны міндетті түрде Алланың қасынан табасыңдар. Шүбәсіз Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін көруде деген аятты келтірді. Бұл аят Бақара сүресінде келген. Яғни намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер деп аяттың басында бірденен бұйырып кетті. Дүниеде өздерің үшін қандай да бір жақсылық жасап, ахиретке жолдасаңдар дейді. Яғни бұл оқылып жатқан намаз ешкім үшін емес, тек қана өзіміз үшін екенін айтып жатыр. Беріп жатқан зекетімізде ешкім үшін емес, өзіміз үшін екен да ол. Міне Алла Тағала айтады, дүниеде өздерің үшін қандай да бір жақсылық жасасаңдар, және оны ахиретке жолдасаңдар дейді. Намазды тұрғызып оқысаң, ол сенің ахиретте алдыңнан шығатын нәрсе екенін тағы да айтып жатыр. Өзі намаздың бұл дүниеде де пайдасы бар, ахиретте де пайдасы бар нәрсе. Алла Тағала бостан босқа бұл намазды діннің тірегі деп тұрған жоқ. Бұл намазды бостан босқа діннің бір парызы қылып қойған жоқ. Демек, бұл екі дүниеде де бізге пайдасы болған сондай бір амал екен. Соны міндетті түрде Алланың қасынан табасыңдар дейді. Яғни ертең Алланың алдына барған уақытта ол амалың сенің міндетті түрде алдыңнан шығады, және не қыласың, соның пайдасын көресің, болмаса зиянын шегесің. Намазыңды дұрыс оқып, Алланың разылығы үшін осы құлшылықты жасаған болсаң, оның пайдасын көресің. Егер намазыңды дұрыс оқымаған болсаң, болмаса оны тіпті оқымаған болсаң, онда сен оның зиянын тағы да көресің ахиретте. Екі жол бар. Оның екеуінен басқа жол жоқ.
намазыңызды оқып, Алла тағала оны қабыл еткен, разы болған құлшылығыңыз бар, болмаса намазыңызды оқымай барғаныңыз бар, болмаса намазды бір пайда үшін, дүниелік пайда үшін оқығаныңыз бар. Мінекей осы екі жолдың біреуі ғана, басқа жол жоқ. Шүбәсіз Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнің бәрін көруде дейді. Яғни сендердің жүрістеріңде, тұрыстарыңда, сөйлеген сөздеріңде, істеген істеріңде, амалдарыңда ешқандай бір жасырын нәрсе жоқ, Алла үшін деген нәрсені ескертіп қойып жатыр. Я сен адамның көзінен жасыра алатын шығарсың, сен анау жаңағы көшелерге іліп қойған камералардан жасыра алатын шығарсың, бірақ Алла тағаланың көруінен жасыра алмайсың еш нәрсені. Осы шынайы момын, шынайы Аллаға иман келтірген, ақиретке иман келтірген адам үшін осы нәрсе жеткілікті. Менің не істеп жатқанымды, менің не айтып жатқанымды, менің жүрегімде қандай нәрсе тұрғанын бәрін білуші Алла тағала бар, демек мен бұл нәрсені жасай алмаймын деген адамда не тұрады? Сақтаушы құрал тұрады. Намаз бұл жүректің нұры, жанның күші, мұсылманның ұлы неғметі екен. Мұсылман баласы сәжде арқылы Алланың мейірімі мен кешіріміне ие болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінде «Әқрабу мә якунул абду мин рабби ва хуа сәжидун фәәксару әд-дуа». Пенденің өзінің Раббысына ең жақын болатын кезі сәждедегі сәті деді. Сәждеде дұғаны көбейтіңдер деді. Енді бұл нәрсені естіп алып, анандай нәрсеге кетіп қалмау керек. Кез келген сәждеде осылай істеу керек екен деп, сәждеде жатып алып дұға жасауға болмайды. Бұл қай уақытта? Өзіңіз нәпіл намаз оқып жатқан уақытта, сәждеге барғанда Алла тағаладан не сұрағың келеді, қандай тілегің бар, соның барлығын осы сәждеде сұра деп жатыр. Өйткені сенің Аллаға ең жақын болатын уақытың осы сәждедегі уақытың деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып тұр. Бұл енді көпшілікпен оқып жатқан парыз намазға жүрмейді. Парыз намазда жамағат имамға ілесуі керек. Имам сәждеден басын көтерді ме, содан артынша дереу жамағатта басын көтеру керек. Мен дұға жасап алайын деп жатып алуға болмайды бұл уақытта. Өйткені бұл имамға ілескен намаз болғандықтан. Хурайс ибн Қабиса мынандай бір нәрсені айтады. Мен бір күні Мәдинаға, яғни Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қаласына келдім. Сонда Алла маған ізгі бір жолдас нәсіп ете көр деп дұға жасадым. Содан кейін Абу Хурайраның радиаллаху анху қасына отырып, Абу Хурайраға сұрақ қойдым дейді. Яғни Алладан дұға тұрады. Я Раббым, маған бір ізгі жолдас нәсіп ет деп сұрады. Сөйтіп келіп отырған уақытта кімнің қасына отырды? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ең көп хадисін жаттаған, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ең көп хадис жеткізген сахаба Абу Хурайраның радиаллаху анху қасына келіп отырды. Маған Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам өзіңіз естіген бір хадисті айтып беріңізші дедім. Және Алла тағала сол хадисті маған пайдалы етер деп үміттенемін деді дейді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні құлдың амалдарының ішінен ең алдымен есепке тартылатын ісі бұл парыз намазы деп айтты. Егер оның намазы дұрыс, толық әрі Алланың құзырында қабыл болған болса, онда ол құтылып, үлкен жетістікке жетеді. Ал егер намазы кемшілікпен орындалған болса, онда ол зиянға ұшырап, өкінішке қалады. Егер құлдың парыз намазында қандай да бір кемшілік болса, ұлы Раббысы періштелеріне қараңдаршы, менің құлымның нәпіл намаздары бар ма дейді. Егер нәпіл намаздары болса, солар арқылы парыз намазындағы кемшіліктер толықтырылады. Содан кейін оның басқа амалдары да осы тәртіппен есепке тартылады дегенін естідім деген хадисті Абу Хурайра жеткізеді. Енді осы жерде мынау нәрсеге қарау керек. Хадисте нені айтып жатыр?
егер осы адамның парыз намаздары Алланың құзырында қабыл болған болса, бұл адам құтылды дейді. Бұл адам негізінде ең бақытты адамды. Ал енді кімде-кімнің парыз намазында кемшілік болған болса дейді. Бұл жерде осыны дұрыс түсіну керек. Бізде көп адам осыны дұрыс түсінбей қалады екен да, кемшілік дегенде намаз оқылмай қалса деп түсінеді екен да. Жоқ, оқылмай қалса деп тұрған жоқ. Кемшілік болса, оқыды ол адам намазды негізінде. Парыз намазды оқыды, бірақ кемшілік. Дұрыс нәрсе жасамады бір жерінде. Бәлкім дәретке дұрыс қарамады ма, бәлкім ниеті дұрыс болмады ма, сондай сол намазда кемшілік бар. Мінекей, сол адамның нәпіл құлшылықтары бар ма екен, нәпіл намаздары бар ма екен деп сұрап жатыр. Егер нәпіл намаздары бар болса, сол нәпіл намаздары қабыл болған болса, мына парыз намаздардың кемшіліктерін жапсын деп жатыр. Парыз жаңағы кемшілікпенен оқылған намаздардың кемшілігі жабылсын сонымен. Енді тіпті намаз оқымаған турасында айтылып жатқан жоқ бұл жерде. Бұл жерде намаз оқылды, бірақ кемшілікпен оқылды. Алла Тағаланың құзырында ол намаз қабыл болмай тұр. Мінекей, сол намаздың кемшілігін, парыз намаздың кемшілігін нәпіл намаздарменен толтырады деп жатыр. Демек, намаз мағынасы мен мәні терең исламдағы ең ұлы құлшылықтардың бірі. Намазда пенде Раббысын мадақтап ұлықтайды. Намазда көп нәрсе бар. Намазда Құранның аяттары оқылады, намазда дұғалар оқылады. Адам денесімен, ниетімен, яғни жүрегімен, тіліменен құлшылық жасайды намазда. Сондықтан намаз момынның ми'ражы, жаратушысымен сырласып, рухани тыныштық пен жүрек қуатын табатын ең қасиетті сәт. Осы себепті әрбір мұсылман бұл ұлы ғибадаттың діндегі орнын, артықшылықтары мен рухани жемістерін терең түсініп, оны шынайы ықыласпен әрі өз уақытында орындауға ерекше мән беруі қажет. Және бұған адам өзі жетуі керек. Анандай нәрсе емес. Сен намаз оқып жүрген адамсың ғой, сен неге мені намазға түсірмейсің, сен неге маған намаз оқытпайсың, үйретпейсің бе деген нәрсе болмайды негізінде. Ол адамның өзінің ниеті болуы керек, сол уақытта ғана ол адам не істейді? Намазға тұрады. Ал сізді біреу келіп зорлап, дінде зорлық жоқ. Сізді біреу келіп зорлап намазға тұруға міндетті емес. Сіз намазға тұруға өзіңіз міндеттісіз. Ол өзіңіз үшін жасалынатын нәрсе. Сондықтан бұл жерде осы нәрсеге өте дұрыс түсініп қарау керек екен. Енді уақытында оқылған намаз бұл жәннатқа бастар жол деп тұр. Яғни уақытында оқылуы намаздың, бұл сол намаздың кемшіліксіз болуының бір шарты. Намаз уақытысында оқылмаса, ол намазда кемшілік болып қалады, Құдай сақтасын. Сондықтан сол жаңағы намаздың уақытысын өтіп кеткенін күтіп жүру дұрыс емес. Алла Тағала пендесіне көптеген құлшылықтарды парыз етті. Солардың ішіндегі ең ұлысы әрі күн сайын қайталанып орындалатыны бұл 5 уақыт парыз намаз. 5 уақыт намазды Алла Тағала бұйырды. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Қаласам оқимын, қаламасам оқымаймын деп айтамыз ғой. Бұл дұрыс емес негізінде. Ол Алла Тағала оны біздің қалауымызға қалдырған жоқ, оны міндетті түрде орында деді. Намазды 5 уақыт күнделікті оқы деп Алла Тағала бұйырды. Оны оқу бізге міндет. Ол еркіміздегі нәрсе емес. Еркіміздегі нәрсе не? Нәпіл намаздар. Тахаджуд намазын оқысаңыз өзіңіз білесіз, оқымасаңыз да өзіңіз білесіз. Духа намазын өзіңіз білесіз, оқисыз ба, оқымайсыз ба. Оқысаңыз жақсы, оқымасаңыз ол үшін сізге күнә жоқ. Ал парыз болған 5 уақыт намазды оқуға әрбір момын адам, мұсылман адам міндетті. Бұл өте бір маңызды мәселе. Уақытында оқылған намаз Аллаға деген шынайы бойұсынудың, берік иманның және тақуалықтың көрінісі. Сондықтан Құран Кәрим намаздарын уақытты оқыпты сақтайтын момындарды
Фирдаус жәннатының мұрагерлері деп сүйіншілесе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намазды уақытында оқуды Аллаға ең сүйікті амалдардың бірі деп бағалаған. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Намаздарын кемеліне жеткізе үзбей әрі уақытлы оқиды. Міне солар нағыз мұрагерлер. Олар фирдаусқа мирасқор болады. Олар онда мәңгі бақи мекендейді деген. Бұл Фирдаус жәннатына міндетті түрде кіретін адамдардың сипатын Алла тағала осылай қылып келтіріп жатыр. Қандай? Намаздарын кемеліне жеткізе, үзбей әрі уақытлы оқиды. Әр намазды өзінің уақытысында үзбей оқиды. Бүгін тойға барып едім, қол тимей қалды. Жолда кетіп бара жатып едім, қол тимей қалды деген нәрсені жүрмейді екен да ол нәрсе. Әрбір намаз өзінің уақытысында оқылуы керек екен. Яғни олар намазды өз уақытында барлық шарттарын, парыздарын, уәжіптері мен рукундерін толық сақтай отырып, үздіксіз орындайды. Алла тағала оларды намаздағы ықыласты мойынсыну үшін де, намазды ұдайы әрі мұқият сақтағандар үшін де не қылып тұр? Мақтап тұр. Құран-ы Кәримде аятта осындай адамдарды Алла тағала мақтап тұр. Және бұл адамдар Фирдаустың мирасқорлары деп жатыр. Фирдаус жәннаттың ең бір биік несі? Мекені. Сол Фирдаустың мирасқорлары деп бұл адамдарды не қылып тұр? Мақтап тұр. Өйткені адамның құлшылығы осы екі қасиет қатар болғанда кемеліне жетеді екен. Ал кім намазын тұрақты оқығанмен, онда шынайы ықылас болмаса, немесе шынайы ықылас болғанымен намазды уақытында әрі тұрақты орындамаса, ондай адам кемшілікке жол берген болады. Өзінің намазында кемшілікке жол берген адам болады. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху былай деп айтқан: мен Алла елшісінен саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға ең сүйікті амал қайсы деп сұрадым. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз уақытында оқылған намаз деді. Мен одан кейінше дедім, ол ата-анаға жақсылық жасау деді. Мен одан кейінше де тағы сұрадым, ол Алла жолында дін мен ақиқат үшін күресу деп жауап берді. Қараңыз, бұл хадис енді қай амалдан кейін тұратынын жақсылап орнына қойып берген хадис. Яғни Аллаға ең сүйікті амал қай амал екен? Бұл уақытында оқылған намаз екен. Бұдан сүйікті амал Алла тағалада жоқ. Одан кейін деген уақытта енді Пайғамбар саллаллаху айтып жатыр, одан кейінгі амал ата-анаға жақсылық жасау деп жатыр. Мінекей, уақытында оқылған намаздан кейінгі абзал амал бұл ата-анаға жақсылық жасау екен. Өте маңызды нәрсе. Қаншама бауырларымыз, қаншама қарындастарымыз намаз оқиды, неше түрлі парыздарды, нәпілдерді қатырып жатады, бірақ әке-шешесіне қарамайды. Алла сақтасын. Бұл апат. Бұндай болып отырғаннан кейін сенің намазыңнан да пайда болмай қалады. Өйткені сен намаздан кейін тұрған амалды орындамай отырсың. Соның үшін ата-анаға қарау, ата-анаға жақсылық жасау, оларға қызмет қылу, оларды қадірлеп қастерлеу, бұл өте үлкен маңызды амал. Бүгін сол амалды Құдай сақтасын біздің қазақтың балалары тастап қойғанына біз өте өкінеміз. Өйткені қазақта бұндай нәрсе, бұндай қасірет болмаған. Ата-анаға қасірет көрсету, ата-ананың қызметінен қашып кету деген нәрсе, Құдай сақтасын, әкеге қол көтеру, шешеге қол көтеру, тіпті оларды өлтіріп кетуге шейін болып жатқан нәрсе, бұл бізге жат нәрсе еді. Алла сақтасын. Қазір міне осыны көріп жатырмыз. Көзіміз ағып кеткенде болатын еді, оны көргеннен көрі. Құлағымыз тас керең болып қатып қалғанда болатын еді, ондай нәрсені естігеннен көрі да. Бірақ біз сондай болып жатырмыз қазір, Құдай сақтасын.
Бұндай нәрсеменен сен күніне 100 мәрте намаз оқып жәннатқа кіремін деп ойламай-ақ қой. Кіре алмайсың, Алла сақтасын. Жәннат ананың аяғының астында деп бостан босқа айтылмайды. Мінекей, екінші, бұл ата-анаға жақсылық жасау деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ал одан кейінші деп сұраған уақытта Алла жолында дін мен ақиқат үшін күресу деді. Жихад деген сөз бар ғой. Қазір ол сөзді айтсаң да Құдай сақтасын, кейбіреулер бақырайып кетеді, тіпті қазір жүгіріп келіп қолыңды қайырып жатуы мүмкін да, Құдай сақтасын. Ол күрес қой енді, күрес деген сөз ол. Күрес, қазақшалап айта берейікші. Дін үшін, ақиқат үшін күресу. Бұл намаздан кейін, ата-анаға жақсылық жасаудан кейін үшінші тұрған амал, ең маңызды амал, Алла тағалаға сүйікті болған амал, бұл өзіңнің дінің үшін, ақиқат үшін күресу екен. Өкінішке орай, бұл да бүгінгі күні аяқтың астына тапталып кетіп жатқан бір дүние. Ақиқат үшін күресу өте қиын болып кетті қазір. Ақиқат үшін күрескен адамдарды жек көретін болдық. Ақиқат үшін күрескен адамды жақсы көру керек. Ақиқат үшін күрескен адамменен дос болу керек. Өйткені дос, қазақ айтады, не деп айтады? Дос жылатып айтады дейді. Дұшпан күлдіріп айтады. Сені күлдіріп, саған жағатын сөздерді айтып жүрген адамдар негізінде досың емес, дұшпаның. Осы нәрсені ұмытып кеттік біз бүгінгі күні. Ал сенің досың кім? Сенің досың анау ақиқатты сенің маңдайыңа ұрып тұрып айтып тұрған адам. Оны жақсы көру керек. Оның қасында жүру керек. Ол адамды қасыңа алып алу керек. Неге? Өйткені ақиқатты айтқаннан кейін, ақиқатты айтатын адамның қасында болғаннан кейін, сен ақиқаттан не қылмайсың? Аулақ кетпейсің. Осындай ақиқатқа қиянат жасау деген нәрседен сау боласың. Міне бұл өте маңызды хадис. Имам Аз-Захаби намазды уақытынан кешіктіруші кісі үлкен күнәнің иесі деді. Ал оны мүлде тастап қою зина жасап ұрлық қылғанмен тең деді. Қараңыз, намазды уақытынан кешіктіруші кісі үлкен күнәнің иесі деп тұр. Уақытынан кешіктіру дегенде оны дұрыс түсіну керек. Намаздың уақытысы бар, және оның макрух болған уақытысы бар. Сол макрух уақытысына кіргізбеуді айтып жатыр бұл жерде. Енді мына хадисті естігеннен кейін кейбір бауырларымыз бүйтіп кетеді. Сәждеде сағат 12:31-де азан айтылды, намаздың уақытысы кірді, болды 32-де намазда тұру керек деген түсінікке келеді. Жоқ, олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таңғы намазды оқитын уақытта намаз кіргеннен кейін анау таң ағарып атқанға дейін күтетін болған. Таң ағарып атқанға дейін күтетін болған. Ол бір шамамен 40 минуттай уақыт. Намаздың уақытысы кіргеннен кейін шамамен 40 минуттай уақыт күтіп, содан кейін бар парыз намазды оқитын болған жамағатпен. Ал енді 5-ін кіргенде, 5-інің де сондай уақытысы бар. 5-ін намазында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам азан айтыла салды, дереу оқу керек деген мәселе болған жоқ. Азан айтылғаннан кейін сүннатын оқиды, жамағатты күтеді, сол біраз уақыт өткізіп барып парызға тұратын болған. Тек қана бір намазда ғана парызға асығады. Бұл қай намаз? Ақшам намазы. Ақшам намазы кіргеннен кейін 3 аят айтылатын уақыттай күтсе болады дейді. 3 аят оқылатын бұл. Инна аутойнакал каусар. Осындай бір аят бар, 3 аяттан тұрады сүре. Осы 3 аятты оқитындай уақыт күтеді, сөйтіп парыз оқылып кетеді. Қалған 4 уақыт намаздың барлығында намаз кіргеннен кейін белгілі бір уақыт күту бар. Ол кімді күтеміз? Келетін жамағатты күтеміз. Сондықтан хадистерді де дұрыс түсіне білу керек.
Оны әріппе әріп түсіну дұрыстыққа алып келмейді негізінде. Сол бесін намазының уақытысы бар. Кіргеннен кейін анау күн екінтіге жақындайтын уақыттың арасында бұл оқылу керек. Күн екінтіге жақындағаннан кейін макрух уақыт кіреді. Намазыңызды қаза қылып жібергеннен көрі макрух уақытта болса да оқылып алу керек. Қаза болғаннан ол абзал болады. Ал енді екінтінің уақытысы кіріп кетсе, бес намазыңыз қаза болды. Енді мүлде тастап қою дейді. Зина жасап, ұрлық қылғанмен тең деп жатыр да. Қараңыз. Намазды мүлде тастап қою. Құдай сақтасын. Бауырлар, сол үшін намазды оқу керек. 5 уақыт намаз ол тек қана молдаға керек. Сол молданың қасында жүрген бір 100 шақты адамға керек емес негізінде. 5 уақыт намаз әрбір Алладан үміті бар, Аллаға иман келтірген, ахирет күніне иман келтірген, өлгеннен кейін қайта тіріліп махшарда Алланың алдында тұрып жауап беретініне иман келтірген әрбір адам үшін 5 уақыт намазды оқу маңызды өте. Ол міндетті. Анда-санда жұма намазға барып қойып жүрмін ғой, осы мындай болып қалатын шығар деген нәрсе болмайды. Өтіп кететін шығармын деген нәрсе болмайды. Ахиретте мынау дүниедегі сияқты емес, біреуді алдап, біреудің артына мінгесіп өтіп кететін, ол жерде ондай нәрсе жоқ. Әркім жеке-жеке өтеді. Әркім жеке-жеке. Соның үшін әркім өзі үшін. Әркім өзі үшін жауап береді. Әке балаға, бала әкеге жауап бермейді дейді ғой. Алланың алдына барған уақытта. Тіпті кейбір нелерде келеді, әке баладан қашады, бала әкеден қашады деген бар. Ол қай уақытта? Әкенің баланың алдындағы жауапкершілігі бар, баланың әкенің алдындағы жауапкершілігі бар. Осы мәселелер келген кезде адамдар қашады. Әкесі баласынан қашады, баласы әкесінен қашады. Әкенің баланың алдындағы ең үлкен міндеті не? Ол балаға Алланы таныту. Алланың бұйырған амалдарын үйрету. Баланы жеткізіп үйлендіру жақсы әйелге. Бұл әкенің мойнындағы міндеттері. Оны ең бірінші кезекте Алланы танытып, Алланың хақ жолын танытып, дұрыс тәрбиелеу. Бұл әкенің міндеті, ол түспейді. Ал баланың міндеті әкеге қызмет қылу өлгенге дейін. Өзіне жетіп, өз қолы өз аузына жеткен бала әкеге қызмет етуге өлгенге шейін міндетті. Өлгенде оны соңғы сапарына шығарып салуға міндетті. Бізде көбінесе оны да молданың мойнына артып қойғанбыз қазір. Біреудің әкесі қайтыс болса, молдаға келіп дікеңдеп ұрсатындар бар қазір. Мен әкем қайтыс болды, оны жуындыратын адам керек, оны оң жаққа шығаратын адам керек, оның жаңағыдай кебін дейтін адам керек. Оның барлығы негізі жақын туысқандарының бала шағасының жасайтын жұмыстары бұл. Мақұл жаназасын шығарып беру молданың қызметі дейік, бірақ басқасының барлығы ол молданың қызметі емес негізі. Ол баланың, ол ағайын туыстың, жақындардың міндеті. Дүниеден өткен адамды жуындырып, оған не қылу? Соңғы сапарына шығарып салу, аттандыру. Бұл нәрсені де дұрыс түсіну керек. Енді барлық намаздар тастау не уақытын өткізіп алу үлкен күнә дедік. Сондай істі бірнеше мәрте жасаған адам қашан тәубе жасағанша үлкен күнә жасаушылардың қатарында болады дейді. Намазды оқымай қойып, кейін қайтадан қазасын өтегенде не істеу керек? Тәубе ету керек деп жатыр. Тәубе етілмесе, ол сол үлкен күнә жасаған күнәһардың қатарында қала береді. Оған кешірім жоқ деп жатыр. Алла сақтасын. Намазды тастауды әдетке айналдырған күнәһарлардың қатарында болып қалады деп жатыр. Мінекей құрметті бауырлар, Алла Тағала сіздер мен біздерге осы бір тура жолын нәсіп қылған екен. Алла Субханаху ва Тағала сіздер мен біздерге тазалықтың жолын нәсіп қылған екен. Осыдан ажыратпасын, ол үшін амалда болайық.
Құран-ы Кәримде Ибрахим пайғамбардың Алла тағаладан: «Я Раббым, мені әрі ұрпақтарымды намазды толық орындаушы ет. Раббымыз тілегімізді қабыл ал» деген дұғасы келтірілген. Қараңыз, мені әрі ұрпақтарымды намазды толық орындаушы ет деп сұрап жатыр Ибрахим пайғамбар. Және нені сұрап жатыр? Раббымыз тілегімізді қабыл алды. Және тағы да бір аят бар, Лұқман Хаким: «Ей ұлым, намазды толық орында, жақсылықты бұйырып, жамандықтан тыйып, басыңа түскен ауыртпашылыққа сабырлы бол» деген аятты келтіреді. Бұл жерде Лұқман Хаким өзінің баласына нені айтты? Намазды толық орында деді бірінші. Екінші, жақсылықты бұйыр деді. Үшінші, жамандықтан тый деді. Және басыңа түскен ауыртпашылыққа сабырлы бол дейді. 4 нәрсені айтты. Осы 4 нәрсе бұл исламда біздің момын адамдардың арасында, амалдарында өте маңызды нәрсе. Намазды уақытысында толық орындау, жақсылықты бұйыру, жамандықтан тыю және не істеу? Басыңа ауыртпашылық келген уақытта оған сабыр ету. Бізге де Алла тағала осы жолды нәсіп етсін деп Алладан тілейміз. Алла тағала біздерді адасып кеткендердің, ашуға ұшырағандардың жолынан өзі сақтап, Алла тағала өзі панасына алсын. Әлбетте Алла тағала бізді панасына алмаса, біз құтылушылар емеспіз. Алла тағала бізді панасына алу үшін біз үнемі дұғада, үнемі Алланың бұйрықтарын орындауда болуымыз керек екен. Бұхар жырау бабамыздың да айтып кеткен тілегі сол: 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, бірі қаза болмасқа деп бостан босқа айтпады бұл кісіде. Бұхар жыраудың қай уақытта өмір сүргенін барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сол уақытта бұл кісі 5 уақытта 5 намаздың бірін қаза қылмасқа шақырып тұр. Ал біз айтамыз, біздің аталарымыз тәңіршіл болған дейміз да, Құдай сақтасын. Аталарымыз Аллаға шақырып тұр, 5 уақыт намазды оқуға шақырып тұр. Сондықтан сіздер мен біздерге Алла тағала осыны нәсіп еткен екен, сол жолды Аллаға разы бола отырып, Алланы разы қылу үшін ұстанып қалуымыз бізге міндетті болып тұр. Және бір айтып қоятын хабарлама бар. Қазір мынау біздің жұма намазымыз біткеннен кейін мешіттің жанында бір мұсылман бауырымыз дүниеден өткен, сол кісінің жаназа намазы болады. Жаназа намазына қатысыңыздар. Жаназа намазына қатысу әрбір мұсылман адамға пайда. Сол жерге жаназа намазына қатысқан уақытта имам дұға оқиды. Сол дұғада осы жаназа намазына қатысушы мұсылмандардың күнәсін кешір деген нәрсе бар да. Ол жаназа намазға қатысуға біз не екенбіз? Мұқтаж екенбіз негізінде. Және бір жаназа намазына 40 момын қатысқан болса, Алла тағала сол адамды не қылады деді? Қабірдің ауыртпалықтарынан не қылады? Жеңілдетеді деді. Сол үшін бір мұсылман бауырымыз дүниеден өтіп барды, қалай кетіп бара жатыр біз білмейміз. Бірақ Алланың алдына барған уақытта ең болмағанда осы біздердің намазға қатысып дұға қылуымыз бәлкім себеп болар. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.